Кибербуллингке жоқ те. Жасөспірімдерге арналған сақтық ережесі. Мен телефонымды қорқыныштан ашқым келмейді. Оның іші сыныптастардың ащы пікірлеріне толы еді. Чаттарда мазақтайтын мем, стикерлер толып тұр. Менің суретіммен жалған парақшада ашылған. Жекеде де, лентада да тіл тигізуге әуес. Сөйтіп күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылдым. Өзімді жоғалтқандай болдым. Олар ойлап тапқан бейне ғана қалғандай. Бұл әшейін қалжың ғой дейтін олар. Бірақ бұл нағыз кибербуллинг еді. Не істерімді білмей жүргенде, анам бәрін көріп, мені қолдады. Намысқа тиетін жазбаларды скрин жасап, полициямен қолдау қызметіне жүгіндік. Желідегі қудалау бұл әзіл емес, ойын да емес. Бұл заң бұзушылық. Қазақстанда кибербуллинг үшін нақты жауапкершілік қарастырылған. Интернетті бірге қауіпсіз етейік. Хейттен буллингсіз кеңістік құрайық. Окей? Цифрлық ортада өзіңді қорға.